Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгінгі видеода бізде бір қызықты ойын My Gaming Club, яғни менің компьютерный клубым деген ойын. Бірақ та достар, бұл ойында біздер алдыңғы ойындағыдай өмір сүрмейді екенбіз. Кішкене жағдайы зың екен бұл жігіттің. Қараңыздар, жағдайы зың, дің болып тұр. Үшін барлығы не болса да алдыңғы жолы біздер ойнаған компьютерный клуб ойынымыздың миссиясын түгелдей өтіп сатығы. Ол жерде шынымен де қиындау. Қалай екеуін де салыстырып көреміз бүгінгі бөлімде. И видео бізде енді ұзағырақ шығатын болады. Сондықтан достар, дәл қазір видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркеліңіздер. Біздер уже 5100 болдық. Жақында уже 6000, одан кейін 7000, сөйтіп жетіп аламыз ғой, берсе 10000-ға да. Кішкене қалды достар. Так, бұл бізде компьютерный клуб. Кішкене шынайы жасағысы келген. Барынша көрейік не істеуге болатын. Свет қосуға кішкене медианда. Как будто қатып атқан сияқты. Игровая музыка алып тақ. 144 Гц. 2000 жерде. Қатон қояма. Как будто маған андай бір қатып атқан сияқты неприятно, короче, ощущение. Ойындағы бірінші нем сондай. Чувствительность. Короче, тез бұрылады слишком мышка. Аха, мынаны битекші. Азайтайық кішкене. Кішкене болса да информация, холодильниктер ашылама, холодильниктер ашылмайды. Бірақ та бұл жерде детально, яғни четко көп заттар жасауға болады, достар. Алдыңғы жолғы біздің My Gaming Club, яғни біздің интернет-кафе симулятор ойынымыз осыған ұқсас, бірақ та бұл ойында бізде кішкене варианттар көп. И компьютер жөндей аламыз біз бұл жақта. Барлығы шынайы мәссаған. Мынау не деген су екен, батып өліп қаламыз екен. Көрейік шал онда. Көрейік. Даже солай ма? Хорошо, ондай заттар қарастырылмаған сияқты. Задание дейді. Чистый клуб. Разделите весь мусор при помощи лома. Сдайте собранный мусор на почте. Используйте лом, мусорное ведро дейді. И что? В чем прикол? Серьезно? Мяқта даже мечный долгот, прикиньте. А мен ойламаппын. Аккумулятор отсутствует и енді маған не дейсің? Вот аккумулятор. Уже бірдеме жасауға болатын, түсінікті. Так, капотты қалай ашамыз? Аха. И аккумуляторды қойық. Мен бұл машиналардың аккумулятор. Бәрінікі бірдей шығар. Туф. Фото. Қазір источникке жүрейін. Мынаны қалай істейді деп. Нема, отвертка жоқ па? Или өзі салынып тұра берем автоматым? Опа, әрекелді. Дауысының өзі гүрілдеп тұр, маған ұнап тұр дауысы. Аха, енді рөлді қалай ұстаймыз? Фарды қостым. Аха, енді капот жабу керек шығар, чтобы бізде хотя бы бір көрінетіндей болу үшін жол. Так, мен мынаны биыл үйрен алам ба, үйрен алмайым ба? Закрыть жоғарысынан екен. Хорошо. Енді рөлді қалай ұстаймын? Ішіне жүгіріп жүрмін ғой мен кәдім. Үйде жүгіріп жүрген ұқсап. Аха, и что? Қайда баруым керек? Бұл қалай ұстауым керек? Вообще түсіне алмайатын. $450 бар екен. Бір картаға дейін бар. Так, сила, навыки, умения. Показатель, статистика, вес 55 килограмм екен. Всего лишь 0 литра, 0, короче, барлығы 0. Аха. Енді осын түсінсең ғой. Сиденьеге отыра аласың ба? Хотя бы жыбырламай, Так, машинаң ұнап тұр, әңгіме жоқ. Бірақ машинаң айдау болып тұр ғой. Проблема, главная проблема қазір машинаны айдау. Біз қалай айда аламыз бұл машинаны? Кажется, еш қалай да? Или қалай да бола ма? Короче, в тупую уда несі сендерге айтайын сразу. Управление қимылдау өте ыңғайсыз бұл ойында.
Сол үшін минус балл деп ме? Управлять машиной ретурн дейді. Серьезно? Білесіңдер ма, мен ретурн деген кнопканы соңғы рет қашан қолдандым? Даже қайда екен білмеймін ғой. Так, мынау деген настройки. Осыны бітейікші. Enter'ға ештеңе жоқ қой да. Опа, Enter'ды бастым. Бәрекелді, зеркала жасай ма? Жасайды. Енді біздің компьютер клуб қайда? Картаны қалай қараймыз? Управлять машиной, режим перестановки, привязка, взаимодействие, писать, вращать. Выкинуть. Так, карта, ага. Компьютер клуб біздің алда екен. Так, мәйша жоқ па жолда? Мынау енді бірақ қараңғы екен, әңгіме жоқ. Оңға шығамыз. Неге дауыс қатты? Почему-то мен нервыман тиіп жатыр, дауыстары деген сияқты тұр. Осылай чіткі нормально. Так, мына жерден оңға ғой да? Аха, оңға. Так, міне компьютер клубымызға да келіп қалдық. Парковка бар ма екен мына жерде? Жақсы, пока что алдына қоя тұрайық. Мен компьютер клубым ғой, ешкім әңгіме айтпас. Аха. Enter, түсік. Return деген кнопка вообще адам қолдана ма? Вот сол ғой маған. Мәшіне сөндіруді ұмытып кетті. Бензі көп қой бізде. Еще адамдар кіріп жүр, бұл компьютер көп қой, мен түсінбедім. Ё-майо, мынаның барлығын жөндеу керек па? Кішкене жарық қылуға болмай ма? Так, алдымызда үлкен жұмыс күтіп тұр, достар. Біздің жаңа компьютер клубымыз, алдыңғы компьютер клуб кішкене шүкір болған сияқты ма деп. Бісмілі. Не бар, жектер әлі ашылған жоқпыз, конечно, мен қуаныштымын, сендер келіп, бізге клиент болғыларың келіп жүргендерін, конечно, бірақ та әзірше біз дайын емеспіз, сондықтан жұмысқа кірсек, лом дейді, ломды қайдан табамыз, қараңғы болып жатыр уже. Так, бізде лом бар ма? Лом жоқ, лом қайдан? Мой клуб, eBay. Лом сатасынар ма? Лом сатасынар ма, жектер? Ішке бір кіріп шығып жүрген сияқты, как будто әлі. Так, категории, сохранено, профиль, продажи. Ага. Так, бізге мынау не интересует, мой клуб. Отзыв клуб. Так, отзыв, персонал. Ага, барлығы сотка декен. Кошелек, фото. Өп, бәрекелді, менің ана түсірген фотом. Кошелек, заметки, бәрі бар кино ішінде. Контакты бар ма? Бірге соғуға ма? Аха, о болмайды екен. Весь мусор. Бізде багажникте лом болады шығар. Бәрекелді, бұл жоқ екен ғой. Нет, мынау. Просто бенз ұстап жүр. Багажникте лом болмаса қайда болады лом, мен түсінбей тұрмын. Міне. Көрмей аттың ғой. Просто қараңғыда ойын, слишком қараңғы. Мынан жарық қылуға болма енді. Жарық қылуға мынадан басқа вариант жоқ сияқты. Единственный вариант жарық қылатын, достар. Міне. Ойынның бір жаманы осы екен. Осылай жарық қыламыз, басқа не істейміз енді? Жарық жоқ қой бізде. Мынаны қараңдаршы, қалай қиын, мына аяқты есік жабу. Аха. Осылай жарық қыламыз, басқа қалай жарық қыламыз енді? Фарын өсті кіргіз қоймасақ машинаны. Сен қайда кіріп жатсың? Ұрып қазір. Так, енді мынаны алып тастаймыз. Аха, ұзақ екен мынау кәм алу. Так, осылардың бәрі ломмен аламыз. Түсінгенім бойынша. Барлығын еще почтаға салып жіберді ол мусорды. Но кәм, маған дейін не болған, ішіме түсінбедім компьютер клубтың. Помещение не затқа арендаға бергенін. Так. Қызық. Свет керек, свет маған. Слишком қараңғы, барлығы не істеп атқан заттар, іші деген кәм черновой қылып берген ба бізге? Так. Аха, әлі түсін алмай атым ғой. Мусорлардың бәрін қалай аламыз енді? Аха. Используйте лом и мусорный ведро. Жақсы.
мына жерде железно бір жесткий не болған. Не болса да. Кірет шығат адамдар. Что-то... Қараңғысын айта алмаймын, қараңғылығын енді. Басқа не бар еді бізде, бар ма тағы? Бар ғой, конечно бар. Алтау ма, жетеу ма бар ғой мынандайдың. Оның өзі біздің біраз уақытымызды алып тұр, я? Бәрін шаштық. Енді мусорный ведроны алайын ба? Не істейін? Взять мусорное ведро. Міне. Опа, мынау енді ыңғайлылау екен кішкене андай. Как будто магнит сияқты алынып отыр ғой бәрі. Мынау кішкене ыңғайлылау екен, достар. Манаға қарағанда да, ломға қарағанда. Для металла дейді ол. Мына жақта. Свет бар ма? Мен қараңғы жерде қалай жұмыс жасаймын? Мен соны түсінбей жатырмын. Так, мынаны бүйтіп қоямыз. Мынаны аламыз. Мына ағашқа мынау. Светті қалай қосамыз, ағайын? Бірінші светті қосып айықша. Что-то мен свет қосылады сияқты, жаңа ғана нені көрдім. Мына жерден. Отверткамен шықайықшы мынаны. Так, біз электрик емес сияқтымыз. Оны алу үшін бетеміз міне. Отвертканы аламыз. Мынаны ұстаймыз. Бәрекелді. Опа, үшті уже жарық қылып алдық қой. Бәсе осылай шығар. Енді есік салсақ мына жерге. Ешкім кірмейтіндей қылып айтпесе білмеймін мен. Так, мына ішін тазалау дегенде бір. Мына жерде, мына білесіңдер ма еще? Мына жерге не жағу керек? Полдың цементін. Қалай айтылатын еді, мен есіме түсірем. Мен бұл жерде мен де жасадым, ол нелерді тесіктер жамадым да, помещение сатып алған кезде. По-любому осындай тесіктер болды да астында. Так, болған сияқты да? На почте. Почта қайда почта? Мына ма почта? Туф, мынау кімніңге? Зат мына кассу деген. Типа бірден сататын жер ма? Түсінбедім. Мынаны да төменге түсіріп тапты. Сдайте мусор на почте. Почтаны айтпай ма енді атын? Почта мынау ма? Так, почта деген затты біз қайдан табады екенбіз? Хорошо, пока что это не интересует. Зат жолда жатыр да ма? Неприятно. Бүйтіп қойған ма бір жерге пока что. Тұра тұршы осылай жолға. Қайта түсе бермеймін. Мусор жоқ қой, басқа іште бар ма? Жоқ қой, конечно. Мына жерге не сатып алу керек па? Переключательдер енді. Так, сдайте мусор на почте. Мне тұрғыма почта демейші. Мусорный бак деп айтсаңдар. Сдайте мусор в мусорный бак деген сияқты тема жоқ па? Так, почта сонда қаяқта болу керек. Заметки, фото, карта, почта. На почте. Тупойсың ба несің, түсіндірші маған. Мусорный бак міне тұр. Так, мен вообще түсіне алмаятын. Темасын. Пока что есік қондырайға.
Так. Адам кірмейді шығар. Ауыр қалай кіріп кетіп жатыр? Сындырмашы тек есікті, пожалуйста, я. Мен мына жерде әзер істеп мынаның барлығы. Нервничать етіп, мен вообще почта, мусорды почтаға беріп жіберетін адамдарды бірінші рет көріп жатырмын в целом. Ага. Ага. Угу. Прикрепить, болды, есік бар енді. Ага. Так, енді бір проблема. Болды. Мынау проблема болады шығар деп ойладым. Так, екі мусор сыртқа шығарып қойдық. Кіріп шыға бермеш, айналайын. Почта қайда? Почта. Примерно да бүйтіп ойланайық. Почта деген ол не? Почта деген міне мынандай зат. Менің түсінігім бойынша міне тұрған міне. Мынау почта міне. Келетін email да. Мен мына жерден басқа почта көріп тұрған жоқпын. Разработчиктер неге бұл ойынды замудренный қылып тастаған, енді қиындатып та полностью. Сол жағын түсінбей атын, потому что бұл жерде өте ыңғайсыз, қиын кейбір заттар. Так, короче, мен түсінгенім бойынша, бұл жерде почта бар. Аха, ол почтаға бару үшін бізге машинаны қолдану керек. Аха, өйстіп барамыз ғой, не істейміз, енді түсінбедім мен. Сұқ қалмайтын шығар деген ниеттемін енді. Уже olmaydı, өкінішке орай. Ну, нормально былай да. Пойдет, кеттік көрейік. Есік жап, бейби. Байтыр жолдан. Арттан екі не тұр ғой кәдімгідей. Так, магазин осы жерде сияқты. Мынауда бір қадалмайтын жерге қадалып. Осы жерде магазин бар. Аха. Осыдан оңға. Бізге тамақ жейтін магазин керек емес қой. Почта. Мадан бері көрмей тұрмын ғой осы почтаны. Кең. Дрифт деген мықты ғой. Так, өте қиын екен мынаяқта. Түсініксіз екен. Біріншіден түсініксіз. Бірақ та ойнап көреміз енді не болса да достар. Мына компьютердің клубты. Нем қайда? Железобетонға түсіп қалды ғой да, как чувствовать етіп тұрмын. Жоқ. Үстінде тұр, прикиньте. Отправить переработка мусора. Аха, саттым. Так, тағы алып бөлем қазір. Все. Енді дұрыстап жабылады шығар. Неге жабылмай тұр, но? Енді нормально. Кеттік. Вообще мына ойынның бар ғой. Логикасы, конечно, қиындау. Достар, сондықтан комментарийге жазыңыздар, жалғастырайық па, қалай? Кішкене анаған қаранда әрине қиындау. Әрине, мойындадым. Так, үйге бару үшін тіке. Мына жерден оңға. Дрифтовать етеді еще машина. Сөндірек болды уже, дала жарық болды. Так, енді есік жабылшы, пожалуйста. Есікті жабудың өзі бір гәм бар ғой, ғанибет. Болды, қойдық. Установите кондиционер в основной зал дейді. Аха, бұны походу бұндаймен емес. Бұны осындаймен. Аха. Осылай міне. Болды, кондер жасап тұр. Кондер бар главный, қалғаным. Керек емес қой бізге компьютер деген.
Обустройте компьютерный стол. Хорошо, обустроим. Мынаякта комната тұр ғой, осы комнатадан бастайық та. Или основной зал ма, типа. Мынаякты пока пайдаланбаймыз ба? Типа, да? Ага, понятно, помните. Ого, чем вы стол, тем лучше ваш вкус. Отыратын не бар бізде? Бар ғой. Мен мынау шығарды ойлаймын ба? Алайық. Пока мен осындай столда да отырдым, айтпақшы, компьютеріңіз бәріміз де отырған шығармыз, е? Кезінде осындай столдарда компьютерде отырасың ғой. Арқаң деген кіріп кетеді. Так, енді біздің компьютердің беті қайда? Компьютердің беті мұнда екен. Саған мынандай процессормен, мынандай қазір біздің процессор бар. Мышка, клавиатура. Клавиатураны көріп тұрмын, мышкінде көрдім. Keystone деген. В принципе, бұл. Так. Аха, бізге қазір жетпей тұрғаны мышка. Монитор қойдың ғой. Че ты? Неге жасамай тұр монитор? Так. Дұрыс қоймай тұрмын ба не? Аха, қойылды. Бәсе дұрыс қойылмаса қойылмайтын болып тұр ғой сонда. Не дұрыс емес? Наушник жоқ. Наушниген жоқ ол и так. Жоқ жатты қалай мен. Включить деген қайсы? Мына жақта ғой включить. Опа, бәрекелді. Ішті бір тазалап жүрейік. Так, установите пару игр через Steam видео. Понятно, понятно. Использовать. Так, браузер, проводник. Пуск. Ойбай, пустосың шығып кетіңіз. Магазин. Steam. Загрузить бесплатно. 0,6 гигабайт дейді. Пару игр бесплатно. Так. Вы можете войти в компьютер, установить пару игр через Steam. R2-сын неге не секретті? Опа, Half-Life. Необходимо войти, дейді. А чё, я не вошел, что ли? В чем проблема? Создать аккаунт, создать аккаунт. И... Компьютер. Ага, компьютер. Создать аккаунт. Отменить. Все, компьютер. Библиотека. Каркрай. Так, GTA аналог. Grand Auto. И Half-Life аналог. Пару игр пока что жетет. Пару игр деген, оказывается, бір екеу емес екен. Пару деген, оказывается, минимум 3 ойын екен. Недостаточно средств дейді, не істейін айтшы маған. Пару игр қайдан алайын? Dota 3 дейді. Мә, Dota 3 шығып кетті уже. Оказывается, біз білмей жүр. Аха, $10. Так, болды, қалғанда точно жетпейді енді. Установите дейді еще. Так. Библиотека. Установить. 18-ге қой. Өтірейт па? 18-ге қойды емес мен білемін ғой. 36-ге қойды дейді. Мұна еке орын ауысып кеткен походу. GTA мен Dota'ның. Аха. Болды, енді ойнаймыз а? Аха. 10 FPS дейм а? Походу енді мықты қыламыз оны. Ол жағына қызық наяғы. Крипи. Все нормально. Так. Ненің дауысы мынау? Сен қалай кіріп кеттің ол жерге айтшы? Дема, отырып алған ғой адам уже бар. Сұрау деген жоқ па сендерде? Ага. Загрузите продукты в торговый автомат. Ойбай, шүрттің ғой. Мен ішіне салайын деп атайын по идейші. Қаяқтан аламын продукты енді? Обязательно ма? Карта. Магазинде бір жердің жеріндеші.
Мына ойын деген кәдімгі адамның жүрісін 1000 жүріс қылайын деп тұрған ойын екен. Жауал. Мен қайдан білуім керек, мысалы магазин қайда екен? Егер де мына карта болмаса айтыңдаршы. Жаттап алуым керек па уже? Хорошо. Примерно жаттап көрейік ал. Аха, маған продукты керек. Оплатить. Так, оплатить. Бұлай болады екен ғой. Так, наналайық онда. Наналайық. Доширак дейді ғой. Доширак, Россияда шыққан ойын болып тұр ғой да. Snickers. Так, продукт алайық, толтырып. Спрайттар алдық, нан алдық. Так, продукты бітіп қалыпты ғой. Ішіне кіріп те ала беруге ма? Болмайды екен, к сожалению. Взять. Опа, нормально мынау. Аха, мына қасыма қойдым. Аха, бұны лақтырыпса, ішіп тастадың ғой. Так, енді мынаны қойық. Мына жерге. Все, давайте. На связи. Құлақ болмасыншы товар айтуы. Дрифтовать етуге атына ойында айтпақшы. Дрифтовать етіп көрсетемін сендерге. Біздің компьютер клубымыз уже ашылды. Что-то интересное хотя бы. Ал, бір айнап білек ал, не қызық бар екен. Дым қызық жоқ, конечно. Кетші айналайын көкем ау. Ішкен жоқ мен, нечайны шық қойдым. Көп зат түсініксі. Шық қой, нечайны шық қойып атын мен, нечайны. Мен на ойында түсін алмай жатырмын. Нан далаға лақтырып соға ма? Как ботыма сек қоям, железно. Туалет жоқ қой, потому что бізде. Қайыққа семіз. Туалет бар ма не? Туалет жоқ. Значит, это не моя проблема. Мештеңше сек қойма, главное. Қалған жер нормально. Так. R. F. R. F. R. F. Аха. Болды. 1% қазір сиқ қоямыз. Туалет жоқ. Жақын айналды. Бар ма? Көршіңе не кіріп шығамыз ба? Ашпайды? О, мына жақта бірдеңелер сатады ғой. Мына типа черный. Ойбо. Мен отырдым ғой сен шешенді. Короче, мен бір сөзбен айтқанда мынаны түсіне алмадым. Не үшін өйтіп жүргенін, не сүймейді өзі, не... Артында сетін жер жоқ, енді өкінішке орай. Взаимодействовать R, поставить режим перестановки, управлять машиной, писать, па. О! Отдельный кнопка бар ма не? Так, нанять хостеса. Хорошо. Ол хостесті қалай табамыз екен? Интересно. Адамды қарандар. Ойбой, о. Аха, мынау компьютерге отырады барып. Мынау отыра алмайды. Почему? Потому что. Мына жер қойып қойық. Бір келген жағдайда тұмсығынан ұратындай қылыпты. Артық әңгіме етіпті. Так. Ломак біл. Нормально компьютер клубтың іші пока.
Ага. Так, ақшасы төлемейм екен? Қаша ма? Бұл бұяқта да қаша ма екен, интересно? Вы можете через приложение в клубе, дейді. Приложение «Мой клуб». Ага, персонал. Автовыплата. Нанять. Ага, хостес дейді. Нанять. О! Выплатить. Конечно, добро выплатить ететін. Но нормально. Нормально. Так, енді хостесіміз қайда біздің? 3 постера в клубе дейді. 3 постера в клубе. Есть клубы намного лучше и круче, но здесь своя атмосфера. Я скажу, снаружи выглядит лучше, чем внутри. Хорошо, он түсіндік. Тарифті көтерейік. $10, $9 дейін. Персонал Golden's Club. Установите 3 постера в клубе. Постер деген не? Профиль. Түсіндірмейтін жаман екен бұл. Ештеңені. Собраны. Аха. Опа, келді ғой жұмысқа. Бәрекелді. Ал біздің бірінші жұмысшымыз. Постері. Өне отыр, Half-Life өне отыр ма? Компьютер қатпайды ғой, қатат дейді. 10 FPS өне отқан компьютерге ұқсамайды. Так, достар, енді біз мына жерге келесі бөлімде 2-3 компьютер аламыз. Содан кейін бір адамдар көбейеді деген ниеттемін, бірақ та өздеріңіз бағасын беріп кетіңіздер бұл ойынның. Сондықтан лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Майк Миллер, келесі жүздескенше біздің жақындағы ашылған жаңа компьютерный клубымыздың ойын жалғастырамыз деген ниеттемін. Сау болыңдар.